Дағдарыс орталығында бүгінгі таңда неше адам және де қандай жағдаймен жиі жүгініп жатыр? 2023 жылы біздің Семей қаласында дағдарыс орталығы ашылды. Міне бүгінгі таңға дейін бізде 428 адам көмек алуда. Оның ішінде 223 адам әйел адам болса, оның ішіндегісі 205 бала көмек алып жатыр. Дағдарыс орталығында сіздер қандай көмек көрсетесіздер? Дағдарыс орталығында бізде ашылғанына, осы міне 2023-тен ашылды, 25 адамға орналасқан төсек орын. Бізде психологиялық, юридический, жаңағы заңдама түрінде. Сосын кейін жаңағы медициналық салдары бар. Осылармен жұмыс атқарамыз. 8 бағытта. Көбінесе осы дағдарыс орталығына қандай жағдайлармен келіп жатады? Бізде дағдарыс орталығына психологиялық көмекті көп іздеп келеді, және физиологиялық дейміз ғой, жаңағы ұрып соғу бағытындағы әйел адамдар көп келеді, және экономикалық жағдайға ұшыраған адамдар бізге көп келеді.